Мемлекеттік тіл және бақ облыстық байқауының жеңімпаздары анықталды. Дәстүрлі додаға биыл 22 материал түскен. Қорытындысында 4 аталым бойынша үздік деп танылған жүлдегерлер республикалық кезеңге жолдамалды. Байқау облыстық тілдерді дамыту басқармасы мен Еуразия әлеуметтік гуманитарлық зерттеу орталығы қоғамдық бірлестігінің ұйытқы болуымен өткізілді. Байқау ережесіне сәйкес материалдар үздік мақала, үздік телебағдарлама, үздік радиобағдарлама және үздік сайт мақаласы аталымдары бойынша бағаланды. Оған жыл басынан бері мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтіп, мәртебесін нығайту жайында қалам тартқан тілшілер қатысты. Бір қуантарлығы қатысушылардың дені жастар. Облыстық кезеңде қазылар алқасы 22 материалды таразылады. Олардың ішінен ең үздік деген мақалаларды таңдап алды. Қорытындысында қаламы қарымды, сөзі сүбелі журналистерге арнайы диплом мен қаржылай сертификат табысталды. Жүлдегерлердің жұмысы республикалық байқауға жолданатын болды. Шифрмен келеді, қарап, сараптап, зерделеп, жазып дәптерімізге. Солай талдап алып келдік қой. Сонда бір қызығы, жаңағы әрқайсымыздың қазылардың ойларымыздың бір жерден шыққандығы болды. Соған қарағанда мен әділ бағаланды деп ойлаймын. Бір өкініштісі мына үздік телебағдарлама мен үздік радио бағдарлама бар ғой. Соған аз түсіп тұр материалдар. Өте жақсы жазылған мақалалар болды. Біздің жастарымыздың болашағы алда екендігіне көзіміз жетті. Биыл мен бірінші рет қатысып отырмын. Өзім осы журналист саласында жұмыс істегеніме көп болған жоқ. Бір жылдан енді ғана асып бара жатыр. Сонда да енді осы бір жылдың ішінде енді өзім дейтін ғылымға жақын, білімге жақын адам болғандықтан ғылым мен сана деген хабары бар. Облыстық радиода тақырыбым жаңағы Қазақстандағы үштілділіктің дамуы, сонымен қатар латын қарпінің дамуы туралы болды. Енді сол хабарым бойынша бүгін міне осындай үлкен жетістікке жетіп отырмын. Енді өте қуаныштымын.